Ертіс телеарнасының жаңалықтар бөлімі шаңырақ айдарын жалғастырады. Күн сайын мерейлі бақытты отбасылар жайлы айтамыз. Отбасы әр адамның баға жетпес құндылығы. Бүгінгі кейіпкеріміз 10 бала тәрбиелеп отырған палуан ана. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Баланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеп мұратына жеткізу оңай емес. Бала деген өмірдің мәні, тіршіліктің сәні. Асыл Кабен 10 баланың анасы. Ол 6 ұл, 4 қыз тәрбиелеп отыр. Тұңғышының жасы 19-да, кішісі 3-ке енді толды. Алтын құрсақты ана 6 жыл қатарынан күреспен айналысқан. Қазіргі таңда балаларының барлығы ана жолын қуып, боз кілемде белдесіп жүр. Мен 7 жасымнан дзюдоға барам. Біздің анамызда, біздің барлығымызда спортпен қатысып жүр. Біздің анамызда спортпен қатысқан. Асыл Кабен ана атанудың өзі жаратушының бір өзіндік сыйы деп біледі. Ол үшін балалары оның жетістігі. Ең алғаш тұңғышым дүниеге келгенде менен асқан бақытты адам болмады дейді палуан ана. Мен өзімде бала кезімде 6 жыл самбоға қатыстым. Енді өзім жолымды қуып келеді. Папасы кикбокспен айналысқан. Әрине, үйімшіл, береке, бірлік, тату болса, ештеңеден қорықпау, 10 бала тәрбиелеу деген бірін-бірі сүйреп, ақылдасып, бір-біріне қол ұштарын беріп отырады. Әр баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген көп балалы ананың ендігі арманы әр бала осы өмірде өз орнын тауып, барлығы тату тәтті ғұмыр кешсе. Айгүл Рахымжанова, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.